Елімізде латын әліпбиін үйрететін тренерлерді дайындау жұмыстары басталды. Бұл шаралардың алғашқысы Алматы облысында өтіп отыр. Ал бұл бастаманы Шайсұлтан Шаяхметов атындағы Тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығы қолға алды. Мекеме өкілдердің ұйытқы болуымен өткен семинарға 60 филолог маманы қатысты. Оларға жаңа әліпбиге көшудің мәні, емледегі өзекті мәселелер жайлы кеңінен түсіндірілді. Сонымен қатар 2 күнге созылған шарада қатысушылар латын графикасымен жазылған жазба тілдің жүйесі емле ережелер жайлы дәріс алып, білімдерін жетілдірді. Соңынан оларға арнайы сертификаттар табыс етілді. Енді олар өз өңірлерінде жаңа әліпбиді үйретуге атсалыспақ. Қазіргі атқарылып жатқан жұмыс қабылданған әліпбиден кейін жаңа емленің құрылымы мен құрылысын таныстыруға қатысты арнайы шараның осы алғашқыларының бірі деп айтуға болады. Жалпы мынау латын қарпінің керектігі, оған көшудің алғышарттары туралы біршама жалпы дәріс болды, және жаңа емленің ерекшеліктері туралы дәріс болды.